қош келдіңіздер. Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз орнықтылық, Nyquist критерийі. Мынандай анықтамаларды жаттауымыз керек. Орнықтылық дегеніміз не? Ол сыртқы әсер, яғни ауытқу берілгенде жүйенің өз бастапқы күйін сақтап қалу қабілеті. Негізгі түрлендірулер Лаплас және Фурье. Орнықтылықтың келесі шарттары бар, ол қажетті және жеткілікті шарт. Қажетті шарт бойынша сипаттамалық теңдеудің барлық коэффициенттері оң болу керек. Ал жеткілікті шарт бойынша ол Раус-Гурвиц критерийі орындалу керек. Мына жерде жүйе орнықты және орнықсыз болып тұр. Мынау өтпелі сипаттамадан көруге болады. Гурвиц критерийіне мысал келтірдім. Орнықты және орнықсыз жүйелерге. Мына жерде Nyquist критерийінің шарты көрініп тұр. Мынау егер -1-ден 0 деген нүктеден айналып өтпесе, онда жүйе орнықты. Ал егер айналып өтсе, онда орнықсыз болады. Мына жерде Nyquist критерийіне мысал келтірген. Мынау жүйе берілген, осы жүйені орнықтылыққа тексеру. Келесі алгоритм бойынша тексереміз. Бірінші АФЖ-сын есептейміз, екінші годограф сызамыз, үшінші шарттың орындалуын тексереміз. Жүйе орнықты. Екінші мысал.